Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздерде барлығы жақсы екенін үміттемін, сенімдемін. Және барлық істерде өте жақсы болуы керек. Бүгін сіздермен Лаура Тілегенова. Бұл күнді мен қатты ұзақ күттім. Қашан мен сіздерге медитацияны түсірем? Қашан мен сіздерге пайдам тиеді деген күнді ұзақ күттім. Күні де, сәті де бүгін түскен екен. Арада бірнеше ай өтіп, дәл қазір түсіріп жатырмын. Енді сіздерге үзбей түсіруге барынша тырысам. Дегенмен сіздердің де көмектеріңіз керек. Қандай медитация сіздерге ұнайды, соны комментарийға жазыңыздар. Жарайды ма? Мен сіздерден күтемін. Және соны түсіріп жіберуге тырысам. Ендеше сіздерге сәттілік. Бүгінгі медитациямыздың тақырыбы арман тілектерімізді орындау атты медитация. Бұл медитацияны сіздердің сұраныстарыңыз бойынша түсіріп жатырмын. Іздедім осы тақырыпта. Енді түсіріп жатырмын. Бұл медитацияға сіздерден кіріспес бұрын үлкен өтініштерім бар айтатын. Соны айтып алып барып бастайын. Сіздер тыңдап әрі қарай жалғастырғанда шынымен де оның сіздердің армандарыңызды орындайтын қасиеті бар. Бұл медитация Үндістаннан келген және адамның жеке индивидуалды энергиясы мен абсолютті ғарыштың интеллектуалды әлемнің барлық энергиясының өзара әрекеттесуіне негізделген. Бұл медитацияның шынымен де нәтижелері керемет. Және бұл жаттығуды сіз дұрыс әрі саналы түрде жасайтыныңызға мен сенімдімін. Медитацияға көшпестен бұрын сізден үлкен өтініп сұраймын. Өз қалауыңызды жақсылап ойланып алыңызшы, сіз нені қалайсыз? Сізді бақытты ететін нәрсе туралы ойланыңызшы. Бұл жаттығу сіздің терең тілегеніңізді, арманыңызды орындайтындықтан сіз өзіңізге өте маңызды сұрақ қойғаныңызды мен қалаймын. Мысалға, менің тілегімнің орындалуы мені шынымен бақытты ете ме? Деген сұрақты қойыңызшы. Біз көбінесе өзімізге тілек айтқанда осылай айтамыз. Егер де мысалға айтайын, тұрмысқа шықпаған қыздар мен әйелдер көпшілігі тұрмысқа шыққысы келеді. Бірақ некеде бақытты болу үшін емес, тек үйлену, балалы болу деп тілейді. Кейін бұл ғаламшар болсын, осы тілекті сізге береді және тілегіңіз орындалады. Сіз тұрмысқа шыққыңыз келді, балалы болғыңыз келді, орындалды. Күйеуі бар, балалары дүниеге келді, өмір, тұрмыс, әрі қарай алаңдатушылық пен жауапкершілік деген кетеді. Және сіз осының барлығына қарай отырып, жан-жағыңызға қарай отырып, бұл туралы армандамағаныңызды түсінесіз. Бақыт қайда? Себебі ол бастапқыда бақытты болғысы келмеді, тек үйленгісі келді. Айырмашылықты сезініп көрдіңіз бе? Түсіндіңіз бе? Сіз дәл қазір мен үйленсем деп айтасыз, тұрмысқа шықсам деп айтасыз. Ал орындалады. Әрі қарай сіз бақытты боласыз ба, болмайсыз ба, ол белгісіз болып қалады. Сондықтан дәл осы сиқырлы тәжірибені бастамас бұрын алдымен өзіңізді түсініңіз. Сізді не бақытты ете алатынын түсініңіз. Сосын қалауыңызды дұрыс қалыптастырыңыз. Мен үйленгім келеді, мен тұрмысқа шыққым келеді емес, мен некеде бақыттымын. Мен Парижда немесе Европа болсын, кез келген елдер болсын, Америка болсын, сонда өмір сүргім келеді емес, мен Америкада бақытты және қуанышты өмір сүремін, сүріп жатырмын. Сіз бұл ұғымдардың, бұл сөздердің арасындағы айырмашылықты түсіндіңіз деген үлкен үміттемін. Егер сіз жақсы нәтиже алғыңыз келсе, онда дәл қазір мені мұқият тыңдаңыз және өзіңізге не керектігін стопқа қоя отырып анықтап алыңыз. Сонда ғана сіз нәтижеге жетесіз, сонда ғана сізді ренжітпейтін, әрі қарай жақсы болатын тілектеріңіз орындалатын әрекеттер пайда болады. Стопқа қойдыңыз ба? Әрі қарай дайынсыз ба? Ал ендеше кеттік. Тағы да айтайын. Бұл медитация Үндістаннан келген. Және мен сіздерге бұл медитацияны орыс тілінен аударып жатырмын. Өтірік айтпай қояйын. Бұл медитацияның жазып қалдырған адамы ол Наталья Правдина. Мен өзімнің тіліме сала отырып орысшадан аудардым. Ал ендеше бастайық. 1, 2, 3.
Мен сіздің ең қымбат тілегіңіз орындалу үшін осы медитация сөздерін барынша күш салуға тырысам. Бұл дененің максималды релаксациясына қол жеткізілген индра-йога тәжірибесі. Арқаңызды жерге немесе жататын орныңызға тигізіңіз. Ол өте жұмсақ. 15-20 минут ішінде сізді ешкім мазаламауын сұраңыз. Және есікті жауып қойыңыз. Дәл қазір терең демалыңыз. Және деміңізді мұрныңыз арқылы жіберіңіз. Дәл солай 3 рет қайталаңыз. Және демалысыңызбен демді шығарып жатырғанда дәл соны ойлаңызшы. Демді шығарып жатырсыз, демалып жатырсыз. Бақылаңыз. Жарайсыз. Өте керемет. Дәл қазір сіз ниет жасадыңыз. Нақты қалауыңыз туралы ойландыңыз деген сенімдемін. Өзіңізге не керектігін, өзіңіздің арманыңызды, өзіңіз сізге анық және сенімді түрде дәл қазір соны айтыңыз. Айтыңыз, қорықпаңыз. Мысалға, мен неге де өте бақыттымын. Немесе мен бақытты түрде отбасымен бірге жаңа пәтерге көшіп жатырмын. Сіздің денеңіз босаңсып жатқанда, сіздің қалауыңыздың орындалуына байланысты жағымды эмоциялар тудыруға тырысыңыз. Ол эмоциялар өте жақсы болу керек, позитивті болу керек, соны сезіне алуыңыз керек. Міне, сіздің тілегіңіз орындалды, бәрі орындалып қойған. Өзіңізді қалай сезінер едіңіз мен солай айтқанда? Қалай сезінесіз? Сіз тілегіңіз тіледіңіз, ал дәл қазіргі кезде ол жүзеге асып қойды, орындалды. Бәлкім жүзіңізден шаттық күлкі келер, иығыңыз түзелер, көздеріңізден қуаныштың оты көрінер. Күліңізші, жымиыңызшы. Сізде расымен де бұл қалауыңыз орындалды. Сіздің тілегіңіз орындалғаннан кейін сіздегі болатын сезім мен эмоцияны сезініңізші, елестетіңізші. Керемет, өте керемет. Тіркеніп кеткендегі дейсіз. Жақсы, ендеше әрі қарай жалғастырайық. Біз тыныс алғанда бізге жарық күн шуақтың барлығы ішімізге кіреді. Сонымен қатар позитивті бірге кіреді. Ал егерде біз тынысты жібергенде, демді жіберген кезде біздегі реніш, ыза, кек, ашу, мұң, шаршағанымыз барлығы сыртқа шығады. Жарайды ма? Тыныс алғанда қуаныш сезімі, барлығы жақсылықтар келсе, ал тынысты жібергенде керісінше барлығы шығады. Ал кеттік. Барлығы бізге кіріп жатыр, от кіріп жатыр бізге, шуақ кіріп жатыр. Ал енді демді шығарамыз. Бізден мұң, реніш, ыза, кек, ашу шықты, қайтып. Біз тыныс алғанда жарық пен сәулемен демаламыз қазір. Ал демді шығарғанда біз тұншыққан сәтті шығарамыз. Тағы да жарайсыздар. Керемет. Ал дәл қазір сіз өте керемет көңілдесіз және сіздегі мына денеңіздің бәрі бос. Сіздің денеңіздің дәл қазір ішіне жарық кірді, позитив кірді. Дәл қазір осының денеңіздің барлық бөлшегіне өткісі келіп тұр. Сіздің дәл қазіргі кезде бетіңізден бастайды. Бетіңіз, маңдайыңыз, иектеріңіздің барлығы босаған, барлығына өтті, жарық энергия жақсы келіп жатыр. Кейін көзіңіз, ерніңіз, жағыңыз, құлағыңыз, тіліңіз, мойын барлығына өтіп жатыр. Басыңыздан бастап мойныңызға жетті. Кейін осының қолдарыңызға, білектеріңізге барлығына жетіп, жақтарыңыздың барлығы еркін босап жатыр. Бүкіл қолыңыз босады. Оң жағыңыз, сол жағыңыз, саусақтарыңыз барлығы рахаттанып жатыр. Өте рахат, өте босаңсыған бәрі. Алақандарыңыз барлығына жетті. Енді дәл қазір сіздің ішкі мүшелеріңізде бұлшық еттеріңіз, асқазан, өкпе, жүрек,
барлығын әрмен қарай жалғасып босаңсып жатыр. Бүкіл іш босаңсылды. Жамбас мүшелеріңіз, бөкселер рахаттанып, босаңсып, жарық барлық жағыңызға қарай өтіп жатыр. Ал енді аяқтарыңызға, тізеңізге, төменгі башпайларыңызға, табан барлығына өтіп, ол жандардың барлығы босаңсыды. Бүкіл денеңіз дәл қазіргі кезде рахаттанып жатыр. Жарық сияқты жанып жатыр. Энергия деген мол, өте көп. Енді сіз қазіргі кезде жоғарға қарай жайлап беттейсіз. Енді нағыз сиқырдың процесі басталады. Дәл қазір сіз өзіңізді өте еркін сезініп жатырсыз. Жоғарға қарай ұшып жатырғандағыдай сезініп жатырсыз. Өзіңіздің терезеңізден ұштыңыз, мамыққа айналдыңыз. Терезеден шығып, жоғарға қарай беттеп бара жатырсыз. Дәл қазір сіз өзіңіздің қалаған тілегіңізді қайтып қайталауыңызды сұраймын. Ашық және нақты түрде, еркін түрде қайталаңыз. Өтінем, 3 рет айтыңызшы. Сонда ол сіздің санадан тыс санаңызға жақсырақ жазылады. 3 рет айтыңыз. Айттыңыз деген үлкен үміттемін, сенімдемін. Дәл қазір әрі қарай біз жалғастырамыз. Сіз әдемі ұшатын құстың жылдамдығы сияқты ұшып бара жатырсыз. Дәл қазір мұхитты көрдіңіз. Көк күмбек мұхит. Дельфиндер толқындарда серуендеп жүр, олар суда. Сіз үлкен тасбақаларды көрдіңіз. Киттер мұхит толқынында жүзіп жүр. Кейін үлкен таулар сіздің жолыңызда. Сіз күннің керемет толқындарында шағылысқанын көресіз. Енді сіз дәл қазір кезде шөл далаға ұшып қарай беттеп ұшып бара жатырсыз. Түрлі түсті шағылдар, жаяу керуен ыстық шашып тұрған күн. Ал бір сәтте сіз Антарктиданың мәңгілік мұзының үстінде ұшып бара жатырсыз. Пингвиндерді көрдіңіз. Үлкен әдемі жылтырап тұрған мұздар. Ал тағы да ұшып беттеп бара жатырғаныңызда басқа жаққа түстіңіз. Қайыңдар, егістер, көк аспан, жарқыраған орманды қызыл қыз. Қып-қызыл күннің сәулесі. Орманның ішінден жоғарға қарай сіз ұшып бара жатырсыз, ал қып-қызыл жарқыраған күн жан-жағында. Және тағы осы сәтте өз қалауыңызды өзіңізге тағы бір мәрте айтыңызшы. Тағы да айтыңыз. 3 рет қайталаңыз, қорықпаңыз. Дәл осы шақпен мен де айта отырып қайталаңыз. Сіз байқаған боларсыз, әр жолы сіздің қалауыңыз айқынырақ және нақтырақ болды. Сіз ештеңе мүмкін емес деп ойлайсыз. Бірақ олай емес. Сіздің қалауыңыз толығымен орындалатынына сенімді болыңыз. Сіз ғаламға көтеріліп жатырсыз. Бәрі жақсы. Өте керемет. Ұшып бара жатырсыз. Қайтадан терең тыныс алыңыз.
ысты мұрныңызбен жіберіңіз. Ал енді сіз ғаламшарда тұрсыз. Үлкен планета. Сол планетаға сіз дәл қазір өзіңізге не керектігін айтсаңыз, ол дәл қазір орындайды. Барлық тілекті айтатын жер ол. Ол тілектердің бәрін қабылдайтын жер. Дәл қазір 5 рет өзіңіздің қалаған тілегіңізді айтып қалдырыңыз. Менді айтыңыз және дәл осы шақпен айтыңыз. 5 рет. Сіз айтып бітірді деген үлкен үміттемін, сенімдемін. Сіздің тілегіңізді қабыл алды. Енді сізге ол жеткізіп жатыр. Сіз дәл осы тілегіңіздің орындалатынына 100% сенімді болыңыз. Және қашан орындалады екен деп күтіп емес, әрі қарай іс-әрекеттер жасаңыз. Энергияңызды сақтаңыз. Позитивті болыңыз және ешкімге ешқашан ренжімеңіз. Адам сізден көмек сұраса, қол ұшыңызды созыңыз. Әрқашан күлімдеп жүріңіз. Сонда ғана сізде бұл тілек 100% орындалады деп сізге айтты. Сіз қазір бір ғана шаг жасағаныңызда өзіңіздің тұрып жатырған үйіңізге кетесіз. Сізбен бір шаг жасаймыз. Сіз терезеңіздің алдындасыз. Үйіңізге келдіңіз. Дәл қазір, дәл осы шағыңызда жатырған бойыңызда жатасыз. Тыныс алыңыз тағы да 3 рет. Ауызбен жіберіңізші енді. Тағы да соңғы рет. Жарайсыз. Көзіңізді ашпаңыз. Дәл қазір күлімдеңіз. Жымиыңыз. Себебі сіз арманыңызды жоғарғы планетаға, ғаламшарға жазып кеттіңіз. Ал енді сізде бұл орындалады. Дегенмен, қашан орындалатынын айтайын ба? Сізге айтқан нәрсенің барлығын сіз орындағанда орындалады. Сәл жымиыңыз. Күліңізші. Жарайсыз. Дәл қазір ішіңізден мен мықтымын, менің қолымнан бәрі келеді деп 3 рет айтыңыз. Расымен сіз мықтысыз және сіздің қолыңыздан 100% бәрі келеді. Мен оған сенімдімін. Мен 3-ке дейін санағанда көзіңізді жайлап ашыңыз. 1, 2 және 3. Жымиыңыз, күліңіз және келіп созылыңыз. Рахаттаныңыз, демалыңыз. Жымиюды ұмытпаңыз. Сізге жымиып жүру керек. Және маған рахмет айтуыңызды ұмытпаңыз. Ал тыңдаған сізге рахмет айтам. Сіздің тілегіңіз міндетті түрде орындалады. Сеніңіз, сенімді болыңыз. Сіздермен бірге Лаура Тілегенова, сәттілік, рахмет.